Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер. Оқу мақсаты екі айнымалысы бар сызықтық және сызықтық емес теңдеулерді ажыратады. Бағалау критерийлері. Екі айнымалысы бар сызықтық және сызықтық емес теңдеулерді ажырата алады. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулердің дәрежесін анықтай біледі. Ал енді оқушылар, еске түсірейік. Мысалы, 2х қосылған 3y тең болады 5 теңдеуі бізде сызықтық теңдеу. 2х квадрат қосылған 3y тең болады 5, 2х қосылған 3y тең болады 5 теңдеулері сызықтық емес теңдеулер болады. Екі айнымалысы бар сызықтық және сызықтық емес теңдеулерді қалай ажыратамыз? Ал енді екінші тапсырмада теңдеулердің қайсысы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеу бола алады? Егер көңіл аударып қарасаңдар мұқият, онда Б жауабы мен С жауабы мынау сұрақтың жауабы бола алады. Енді екінші тапсырмаға тоқталайық. 3х квадрат қосылған 5 тең болады y куб. Екінші тапсырма x пен y-тің көбейтіндісі минус y куб тең болады 1-ге. Үшінші тапсырма x көбейтілген y-тің квадраты минус x тең болады 4-ге. Теңдеулердің дәрежесі неге тең? Ал енді оқушылар жаттығуларға тоқтайық. Бірінші мысал. А нүктесі беріледі, координатасы 2 және минус 3. Бұл нүктелер берілген теңдеуге тиісті ме? Соны бізге анықтау керек. Теңдеу беріліп тұр 3х минус y минус 9 тең болады 0-ге. Енді осы теңдеудегі x пен y-тің орнына осы сандарды қоямыз. X-тің орнына 2-ні, y-тің орнына минус 3-ті. Сонда көріп тұрмыз, біз ең соңында 0 тең 0 деген тура теңдік алдық. Яғни А нүктесі координатасы 2-де минус 3 берілген теңдеуге тиісті екен. Енді екінші мысалға тоқталайық. Ординатасы 2-ге тең және берілген теңдеудің графигіне тиісті болатын нүктенің абсцисасы табыңдар. Яғни бізге теңдеу беріледі. Ол теңдеу y минус модуль x минус 2 минус 2 тең болады 0-ге. Мұндағы бізге y тең болады 2 болса, онда x-тің мәні неге тең? Сөйтіп, теңдеудегі y-тің орнына біз 2-ні қойып теңдеу шешеміз. Сонда біз ең соңында мынандай теңдеу аламыз. Модуль x минус 2 тең болады 0-ге. Бұл теңдеуден x минус 2 тең болады 0-ге, x тең болады 2. Сонда жауабы ординатасы 2-ге тең болғанда, абсцисасы 2-ге тең болады. Ал енді оқушылар, мына тапсырманы өзіміз орындаймыз. Бізге нүктелер беріледі. Бірінші нүктелер А нүктесі координатасымен, Б нүктесі координатасымен, С нүктесі координатасымен, М нүктесі координатасымен. Егер алдыңғы есепті, жаңа жаттығуды дұрыс түсінсеңдер, міне сол тәсілмен осыны орындайсыңдар. Яғни теңдеудегі x-тің және y-тің орнына осы сандарды қоясыңдар. Егер теңдік тура болатын болса, онда нүкте теңдеуге тиісті. Егер тура емес жағдайда, онда ол нүкте бұл теңдеуге тиісті болмайды. Екінші тапсырма. Ординатасы 2-ге тең болғанда, абсцисасын тауып алу керек. Яғни, теңдеудегі y-тің орнына 2-ні қойып, біз табамыз x-тің мәнін. Сабақ аяқталды.
қош сау болыңыздар.